Шолпан деген кім және ол неге күнәлі? Шолпан қазақ әйелдерінің жинақталған образы. Себебі Шолпан өзінің еріне деген адалдығы, оның қоғаммен байланысы сол кездегі әйелдердің ашық көрінісін суреттейді. Шолпан өзінің сүйіктісіне қосылған бақытты әйел. Себебі сол заманда, яғни 1923 жылдары өзінің сүйіктісіне қосылған әйел кемде-кем болған. Мағжан Жұмабайдың осы әңгімесі қазақ әдебиетінде революция тудырды деп айтуға болады. Қазақ әйелдері баланы армандаған, баланы күткен. Алайда бұл шығармада Шолпан біразға дейін балалы болуды қалаған жоқ, және ол Алладан үнемі бала бере көрме деп сұрайтын болған. Шолпанды күнәға итермелеген не? Күйеуі ме, қоғам ба, әлде бала ма?